Бөтеннің сөзіне қызығатынымыз қалай қарайсыз? Енді ол бір жағынан сол құлдық санадан арылмағандық па, әлде өзгені зор санап өзіңді қор санау ма? Қай киноны алсаңыз, қай телесериалды алсаңыз, алқаш қазақша сөйлейді. Мәдениетті адамдар, ішінде күшті жүргендер, иә? Орысша Иә, бизнес по-казахскида ана Жан деген орысша сөйлейді, өйткені бастық, иә? Ана ауылдан келгендер қазақша сөйлейді, олар бүлдіреді. Бұрынғы адамдар өздеріне бір желеу табады, айтады. Совет кезегінде қазақ сөйлеу деген кәдімгі сөйлетпейтін бізге. Ал енді 35 жыл болады тәуелсіздік алғанымызға, иә. Олар қай бетімен қарайды? Өздері қазақ болғанмен балалары кішкене жартылай орысша, жартылай орысша болса, немересі қазақша сөйлемейді деген сөз. Нәрестеге ат қою кезінде де жаңағындай арабтың есімдерін қою бір сәнге айналып кетті. Ана хадисті дұрыс түсінбегеннен де ойлаймын. Сіздерге әдемі есім кеңес берем дейді. Әдемі есім кеңес берем. Арабша есім кеңес берем деп тұрған жоқ. Пайғамбардың аттарында мұсылманша ат қою керек, аттарды жалғастыруға болмайды, лақап ат қоюға болмайды деген сияқты айтып жатыр. Лақап атпен адамдар танылды. Ибрахим Абай деген атымен танылды. Мұхаммед Ханафия Шоқан деген атпен танылды. Түркі тілдері нақты деректер негізінде 5-ші ғасыр болса, әлемнің 10 өркениетіне кіреді екен. Көне жазу бар. Жапонмен бірге, Қытаймен бірге деген. Түркі халықтарының бір ортақ көне сөздерінің бір терминдерінің жинағы сондай бір жасалды ма? Біздегі мұғалімдердің көбі сабақпен арпалысып жүреді, мақала жазуға тіпті уақыт болмайды. Тіпті гений болған өзінде гуманитар салада 3 мақала шығару мүмкін, ары кетсе жылына. Армысыз, құрметті әлеумет, сіздермен Қазақ үні YouTube жобасы. Бүгін бізде қонақта түркітану ғылымдарының докторы, ғалым Марлен Әділов. Марлен, қош келдіңіз біздің студиямызға. Алғашқы сұрақ мынау, бізде қазір жалпы ғылыммен айналысу қаншалық тиімді жастарға? Бір ғылыми карьера жасауға бола ма Қазақстанда? Иә. Жалпы мен өзім Евразия университетінде бакалавриат, магистратурамды осы қазақ әдебиет, сосын түркітану, одан кейін докторантурамды сол Измир қаласында Түркияның арнайы стипендиялары бар, Түркия орыстары. Сол стипендиясы негізінде 2014 жылы оқуға түсіп, Измир қаласы Эге университетінде Түркияның 10-дығына кіреді. Сонда оқуымды бітіріп, 2014-те түсіп, 2018-те оқуымды сәтті аяқтап, 2019-ның басында елге оралдым. 5 жыл енді кәдімдей ғылымды, өз өмірімді ғылымға арнадым. Тіпті бала шағамды да ошақта қалып, мен 5 жыл Түркияның студенттермен мемлекет жатақханасында тұрып, қазіргі түркі тілдері деген мамандықты олай оқып, сол жақта енді біздің ғалымдарымыз салып кеткен, кәдімгідей фундаментін құйып кеткен көнерген сөздердің этимологиясы деген тақырыпты мен ары қарай кеңейтіп, қазіргі түркі тілдерімен салыстырып және қазір көне түркі тілдерімен, көне түркі ескерткіштерімен салыстырып, қазақ тілінің көнерген сөздерін салыстырмалы тарихи сөздігін түркі тілінде шығарып, сосын Түркияда түркі тіл құрымында Ататүрк құрған 1930 жылдары. Сол институтта мен кітабым жарияланды. Елге келдім, енді ары қарай ғылыммен де айналысып жатырмын. Қазіргі таңда өзім жас ғалым жобасын бар менде, өзінің жеке жоба. Осы қанша 2 жылдан бері, енді 3 жыл болып қалды. Ғылым комитеті сондай жас ғалымдарға, яғни PhD докторларға жеке гранттар бөлінеді, постдокторантура сияқты. Сол жобаны да алып отырмын. Енді ғылыммен айналысу қазіргі жастарға тиімді ме десек, егер расында адам еңбекқор болса, жұмыс істесе, қазіргі біздің мемлекеттің беріп жатқан мүмкіншілігі аз емес. Жылда енді шындықты айту керек қой, бір жағынан ғылым комитеті қазір жастарға арнап арнайы жобаларды бөледі. Гранттар. Бірінші грант ол постдокторантура, жеке меншік стипендия. Сіздің стипендияңыз 400 мың, 500 мың арасында болып, сіз 3 жыл ғылыммен айналысасыз. Және өзіңіз ғана жұмыс істейсіз. Екінші жоба жас ғалымдарға арналған,
ол да енді жылда жасында кішкене, енді бізде 35 жас дейді қазір, бұрынғы заманда емес қой, қазір жастардың бәрі 45-тегілер де өздерін жас дейді, 50-дегілер де. Соған қарап, қазір соңғы кездері 40-45-50 жасқа дейін де осы жас ғалымдардың ішіне қатарына қосып жатыр. Тағы да екінші жоба, ол жас ғалым, ондағы командалық жоба. Ол бір 80-90 миллион теңгеге дейін бөлінеді. Яғни мен бір жоба ғылым комитетіне ұсынам, NCGNT деген сайт арқылы, командама, яғни өзім менің тақырыбымдағы кісілерді қосып, бір 3 адам бір жоба бере аламыз. Егер ұтсақ, 80 миллион теңгеге 3 жыл ғылыми жұмыс жүргізіп. Ал оның жаңағындай ғылыми қызметті бағалау қалай жүргізіледі оларда? Иә, енді бұрынғы жылдары енді ғылыми жұмыстың нәтижесі ретінде бір монография міндетті түрде кітап, сосын Скопсқа немесе ВАК, Web of Science деген жалпы әлемдік деңгейде мойындалған сондай индекстер бар. Сол журналдарда мақала шығару керек. Енді ол да оңай емес. Яғни, мысалы, мен осы жобамды алып отырып, менде 5 ВАК мақаласы шығару керек 3 жылда, және 1 монография. Енді ол да оңай шаруа емес. Яғни, ақшаны алғаннан кейін оның өтеуі де бар. Сол үшін сол жағында ескеру керек. Егер сіз өзіңізге сенсеңіз, яғни ғылыммен айналысам десеңіз, онда осы жобаларға беруге болады. Мен былай байқаймын, бәленбай гранттар бөлінеді, бірақ тапсырып жатқандар көп емес. Немесе көбі техникалық жағынан өтпей қалады. Бірінші тур кезең бар, техникалық кезең, одан кейін екіншісі халықаралық сарапшылар бақылады, үшінші ұлттық ғылым комиссиясы деген ғалымдар, бір 10-15 ғалым гуманитар ғылымдар бойынша сіздің жұмысыңызды ана екінші турдан алған балыңызды есептеп шығарады. Ал енді ол бір жағынан қазіргі кезде енді Скопсқа балама ретінде кішкене біздің ғылым комитеті ұсынған журналдарға да мақала шығаруға болады. Яғни кейде бір Скопстың орнына 3 ғылым комитетінен тіркелген журналда мақала шығарсаңыз, балама ретінде сондай да ұсыныстар болады. Енді жастарға келген кезде Қазақстан жақсы қаржат та бөліп жатыр, мүмкіндік те беріп жатыр. Тек сол мүмкіндікті пайдалану керек. Енді одан бөлек қазір болашақ бағдарламасына жас ғалымдар, университетте жұмыс істейтін ғылыми қызметкерлер, мұғалімдер, мен танитын, араласып жүрген енді апайлар, ағайлар, жалпы құрдастар, замандастардың барлығы қазір біреуі Германияда жүр, біреуі Америкада. Яғни ғылыми тағылымдама деген бар. 500 ғалым, қателеспесем, сондай жоспар қойылған. 500 ғалымға, 500 жас ғалым емес, жас ғалым деп өзім тарапынан айта бердім ғой. Ғалымдарды солай ғылыми тағылымдамаға жібереді. Ол да бір жақсы мүмкіндік ғылыммен айналысушыларға. Енді ғылыми жұмысты бағалау тұрғысынан бағана сұрадыңыз ғой. Енді бізде көп жағдайда Скопс дегенді талап етеді ғылым комитеті. Ол енді Скопс деген ол жаңағындай жүйе, индекс, халықаралық индекс. Ол жаңағындай жарияланған мақалаларға белгілі бір ұпайлар береді, балдар. Сол балдар бойынша сосын жаңағындай жұмыстың нәтижелілігі бағаланады ма? Ол енді бүкіл Скопс деген бір индекс. Сол Скопсқа сіз бір журнал ашсаңыз, сіздің журналыңыз 10 жыл жұмыс істеп келе жатыр, табысты, тұрақты жұмыс істеп келе жатыр. Сіз сол Скопсқа өзіңізді бас редактор ретінде өзіңізді ұсынасыз ол индекске. Сосын индекс ол сіздің жұмысыңызды, журналыңызды қарап талқылайды. Егер сол базаға кіретін болса, сіздің журналыңыз базаға кіреді. Сосын сіздің журналыңызға мақалалар жібереді. Әр жылда сіздің журналыңыздың рейтингісі де өсіп отырады. Ол да сілтемеге байланысты. Көп журнал ол Скопсқа
де кіре бермейді. Сіздің еңбегіңізге басқа біреулердің сілтеме жасауына байланысты ғой. Иә, сілтеме жасауына байланысты. Ол жақсы. Бір жағынан біздің жұмыстарымыздың жалпы шетелде танылуына ол өте жақсы. Яғни Қазақстанда 20 миллион халықтың оқығанына қарағанда, Түркияда мысалы 80 миллион халық бар, шетелде енді қаншама турколог, лингвисттер бар. Олардың оқығаны өте жақсы. Бірақ барлығын асығыс сол скопусқа тіреп қою бір жағынан да дұрыс емес сияқты. Өйткені енді скопус дейді, бірақ сол скопустың талабына қарап университеттегілер де оларға да бұл проблема болып кетті. Бір мәселе скопуста мақала жариялау. Қазір сол мақаласын жарияламай, қорғай алмай жүргендер де бар ғой? Иә, қорғай алмай жүргендер бар, иә. Енді ана жерде енді болады бір 5 беттік мақалаға 10 адам тіркеледі. Оған қоса сол бізде скопус көбінде ол шетелде ғой, Иә, шетелде, иә. Оғандай көбінің мүмкіншілігі келе бермейді жаңа. Мүмкіншілігі келе бермейді. Яғни шет тілін білетін адам, шет тілін жақсы білетін адам мақала жаза алмауы мүмкін. Жақсы мақала жаза алмауы мүмкін. Немесе шет тілін білмейтін маман жақсы мақала жазады, бірақ жақсы аударма таба алмайды. Аудармашы береді, ол аударманы быт-шыт қып лингвист аудармағаннан кейін ол мақала быт-шыт болып кетеді. Енді сол жағынан да енді кемшін тұстары да бар. Енді менше мен Түркияда көрдім. Түркияда мен бір жарым жылдай университетте мұғалім болып жұмыс істеп келдім. Кәдімгідей университеттің Түркияның ғылым комитетінің мақұлдауымен жұмыс істеп келдім. Сол жерде мен бір бағалау жүйесін көрдім. Енді университетте жұмыс істейтін ғалымдардың өздерінің ғылым комитетінің интернетінде парақшасында өзіңіздің мәліметтеріңіз тұрады сол жерде. Сосын сіз бір балл жүйесін қойып қойған. Мысалы, мен шамамен лап айтып отырмын ғой, 100 балл дейік. Сіз мен доктор оқытушы болып жұмыс істедім. Мен доценттік алу үшін маған 100 балл керек деп жазылып тұр. 100 балл. 100 балға олар тек қана скопусқа қарамайды. Тек скопусқа қарамайды, 100 балл. Сол 100 балды толтыруыңыз керек. 100 балл толтырсаңыз, сіздің кандидатураңызды, құжаттарыңызды ғалымдарға жібереді. Өзіңіз сияқты ғалымдарға жібереді. Ол біздегіде кейде заңгерлерге, социологтарға, басқаларға жібермейді құжаттарыңызды. Құжаттарыңызды өзіңіздің салаңыздағы, мысалы, сіз Анкара университетінде істесеңіз, анау бір Денизлидегі, Анталиядағы бір ғалымға жібереді сіздің құжаттарыңызды. Ол үшін 100 балл толтыру керек. 100 балға не кіреді? 100 балға конференция жинағы да кіреді. Яғни конференция жинағы 3 балл. 3 ұпаймен есептеледі, шамамен, түсініп тұрсыз ғой, 3 балл. Жай конференция жинағында шықпаса, жай ғана конференцияға қатысып сіз баяндама жасап сертификат алсаңыз, 1 балл, 1 ұпай. Түркияның ғылым комитеті ұсынған журналда мақаланы шықса, шамалап айтып отырмын ғой, енді 7 балл. Скопуста мақаланы шықса 20 ұпай. Кітабын шықса 25 ұпай. Сөйтіп, сонда сіз бір 10 шақты конференция қатыссаңыз, сізде бір 30 ұпайдай жиналып қалады ғой, қарап отырсақ. Сосын ары қарай вактарыңызды жазасыз, сонда 10 вак жазасыз, 10 конференция, сіз ұпайыңызды жинап, доцентке ұсына аласыз. Бізде онда альтернатива ұсынылмаған. Сіз доцент болу үшін 2 скопус, немесе 1 скопус, 1 монография, және 10 вак дейді, ғылым комитеті тіркеген журналдарда мақала шығару әр адамның қолынан келе бермейді. Тек қана пысық болсаңыз, сіз жолдарын білсеңіз, сіз басқа адамдарға қосылып, әріптестеріңізбен қосылып, мақала жазып, шығармасаңыз, жеке мақала шығару қиындау. Өйткені ВАК журналдары соңғы кездері оларға ғылым комитеті дұрыс ВАК журналдарын дамыту керек, оларға ұпай беру керек дегендей сонда бір жақсы мүмкіндік берді. Бірақ мүмкіндік бергеннен кейін журналдар көп емес. Филология бойынша енді бір саусақпен санарлық. 10 саусақ болса, санай алмайсыз. Сол жағынан да кейде ескерген жөн деп ойлаймын. Өйткені ал профессор болу үшін қазір университеттің профессоры доктор болған адам профессор болады. Профессор міндетін атқарушы. Егер менің жұмыс тәжірибем болса, PhD доктор болып, мен
профессорға ұсына аламын, белгілі бір дәреже, университеттің профессоры. Ал ғылым комитетінің профессоры деген бар. Ғылым комитетінің профессоры университеттегі профессорлардың барлығы ғылым комитетінің профессор емес. Толық профессор болу үшін сіз доценттіктен кейін шамалап айтып отырмын ғой, 15-20 ғылым комитеті ұсынған журналда мақаланы шығу керек, 3 скопус дегенде. Сол үшін адамдарға қиялға айналды. Доцент болу, профессор болу. Сол жағынан да енді ескерілсе, енді яғни сіз вак мақалаларыңыз көп болсын дейді. Бірақ университеттегі мұғалім өзінің бәленбай сағаты бар. Сағаты өте жоғары бізге қарағанда. Мен Түркияда істегенде, менде аптасына бір рет сағат болатын. Аптасына бір рет 4 сағат. 4 сағат. Мен толық ставкам 8 сағат, 10 сағат. Одан артық сағат бөлінбейді мұғалімдерге. Басқа уақытта мұғалім ғылыммен айналысу керек дегенде сондай жағдай жасалған. Енді біздегі мұғалімдердің көбі сабақпен арпалысып жүреді, мақала жазуға тіпті уақыт болмайды. Тіпті гений болған өзінде гуманитар салада 3 мақала шығару мүмкін, ары кетсе жылына. Енді ана 10 мақаланы ойлаңыз, сіз доцентке жетуіңіз үшін сізге кәдімгідей тертеу керек. Тертеу керек, және кішкене жолдарын білу керек. Жолдарын білу. Сосын сілтеме жасау, скоп солай қазір солай қадағалайды. Егер сізге сілтеме жасаса, яғни сіздің мақалаңызды біреу оқып өзінің журналының мақаласында қосса, сіздің рейтингіңіз өседі. Анау H-индекс дегендей. Ол үшін енді әр адам өзінің жолын іздейді. Енді скопс бізге мәжбүрлі келгеннен кейін біреулер амалсыз келісіп, екеуміз ғалымбыз, екеуміз доспыз. Мен сенің мақалана, Азамат, сенің мақаланды мен скопста сен атыңды жазам дейді. Сіз айтасыз, ой жақсы болды, мен де жазам. Сөйтіп сондай бір клан сияқты пайда болады да, ол да бір жақсы нәтижеге алып келмейді сондай шарттар. Бағана бірінші айтқан Түркияда шарттар келсе, мүмкін ғылым дамиды шығар деп ойлаймын. Және конференция дедік қой, конференцияға да бал қою керек. Неге десек, конференциялар тіпті ұйымдастырылмай қойды қазір. Конференция, үлкен конгресстер, үлкен конференциялар біздің елімізде сирек болып жатады. Тегін. Яғни Түркияда Түрік құрымының ұйымдастырған конференциялар болады. Кез келген ғалым аннотация жібереді, 200 сөзден тұратын. Егер аннотациясы комиссия тарапынан мақұлданса, онда сіз конференцияға келіп тегін қатысасыз, сіздің жол күреңізді бәрін төлейді. Бізде конференцияға ешкім мақала бергісі келмейді, өйткені оған бал жоқ. Бал болмағаннан кейін конференцияда ұйымдастырылмайды. А конференция деген не? Ол конференция деген жай бір шай ішіп кетіп әңгімелесу емес. Конференцияда сіз ғалымдар өзара кездесіп, өзара пікір алмасамыз. Мүмкін ортақ мақала жазамыз дегендей үлкен өзекті мәселе сол конференцияда көтеріледі. Сол жағында қолғасы. Енді сіз мынау тіл ғылымын зерттеп жүрген адамсыз ғой. Мына әсіресе мына түркі тілін көп зерттеген адамсыз. Соның ішінде мына біздің қоғамда кейбір зиялы қауым өкілдерінің тарапынан мынандай бір пікір қалыптасып қалған. Біздің сөздердің көбі парсының сөздері, одан қалай арабтың сөздері деген. Енді кейінгі кездері тіпті нәрестеге ат қою кезінде де жаңағындай арабтың есімдерін қою бір сәнге айналып кетті. Осы туралы көзқарасыңыз қалай? Бізде мысалы өзіміздің бір ежелден келе жатқан, бағыздан келе жатқан бір төл сөздеріміз жоқ сияқты, бір барып бөтеннің сөзіне қызығатынымыз қалай қарайсыз? Енді ол бір жағынан сол құлдық санадан арылмағандық па, әлде өзгені зор санап өзіңді қор санау ма? Парсыда, арабта бір сөзді көрсе, ортақ сөзді көрсе, оны бірден парсыныкі деп телейді. Мысалы, орыс тілінде бір товар деген сөз болса, товар, ол сөзді бірден орыс тілінен бізге кіргенде ойлайды. Өйткені солай біздің ойымыз, әбден басқалар мықты деп ойлап, санамызда солай қалыптасқаннан ба, товар деген көне түрік тілінде та бар деген сөз, үйдегі жануар, мал, ұсақ мал. Соны товар деген.
ол тауар ақша ретінде қызмет атқарған. Содан кейін ол орыс тіліне өткен, орыс тіліне барып бізге қайтып келді. Қайтып келді. Қазірге дейін көптеген түркі тілдерінде товар деген сөз кәдімгідей қой, ешкі деген мағынада. Мен алдында Түркияға барған кезде таңғалып қалдым, бір давар дейді. Сөйтсе давар дегені ешкі екен. Одан кейін барып сөздікке қарасам, давар біздің сөзіміз, орыс тіліне кірген, тіпті орыстың этимология сөздіктерінде сол жазған. Ал араб парсыға келгенде де солай. Парсы сөздіктерін бір ақтарып қалған кезде, енді парсы тілін зерттеген ғалымдарға Алла разы болсын, шындығында үлкен жұмыстар атқарылды. Ол сіз деген парсы тілінің этимологиясын қарап, оны зерттеп, әр адам қолынан келмейді. Енді кейде болады бір сөзді сіз енді терең зерттемей, ол парсыныкі деп жазып жіберген тұстар да болады кітапта. Мысалы, мен алдында бір қарап қалған кезде, біздің бір ғалыммен семинарды өткізген кезде, кәдімгі сөздерде қатын сөзі, батыр сөзі, тіпті ес сөзі, азық сөзі, елек сөзі, тозақ, жұмақ деген сөздер бәрі парсыға теленіп кетті. Парсыдан бізге келген. Дұрыс, парсыда ол сөздер бар. Ол сөздер парсыда бар. Бірақ ол бізде де болған дейсіз. Иә, бізден өткен. Өте көне заманда өткен. Қатыны болсын, ес дегені болсын, ес деген хүш деген сөзбен байланыстырған жоқ. Ес деген кәдімгі көне түрік тілдерінде ус деген сөз. Услу деп түрік тілдерінде айтады, ақылды. Оқ деген сөздің түбірі одан келіп тұр. Енді кейде кәдімгі ойланып қаласың, батыр деген өзіміздің, бағадыр деген көне түрік тілінде бар сөз. Оны қалай парсыныкі деп ойлап, мен шынында таңғалдым. Неге парсыныкі деп жазған? Көне түрік сөздігінде тұр. Тіпті ең сорақысы, Иранда туылып өскен, қазір доцент ғалым, біздің әріптес ағайымыз, ол тіпті алдында сол семинарда дәлелдеп көрсетті. Парсылардың өзі, біздің ант деген сөзімізді, біз антты парсы деп жүрміз ғой. Ант деген ол моңғол тілінде анда, құдандалы деген сөзде сақталған. Ант су ішкен достар деген мағынада, ант. Енді соны парсы тіліне енді сет мағынасына өткен шығар, сөйтіп бізге қайтып келді. Бірақ ол баста бізден өткен сөз. Солардың өзін парсы тілі сөздіктерінде бұл тюркизм деп көрсетеді. Парсының этимологиясында. Өзі. Иә, біздікі емес деп жатса, біздің сөзімізді біздікі емес деп ар жаққа жіберіп жатқан жайымыз бар. Енді сол жағынан да кішкене қайта сөздерді қайта қарап, тіпті мен бір жобада болады деп ойлаймын. Қазақ тілі, парсы деп жазылған сөздердің түбі түркі екендігін дәлелдейтіндей. Яғни түркі сөздері өте бұрынғы замандарда кірген. Өте бұрынғы, ғұн дәуірлерінде, сақ дәуірлерінде кірген сөздер бар. Мысалы тозақ деген сөз. Тозақ, ол тос және р деген алтай тілдерінде сәйкестік бар. Өте көне тілде, ол чуваш тілі, көне тіл болып саналады, ғұнның элементтерін сақтаған. Якут тілі күлтегін, яғни шығыс тілінің элементтерін сақтаған. Ал ғұн тілінің элементтерінде зылар р деп айтылған. Сонда тозақ дегеніміз тор, тор. Адамды торға түсті. Тор деген сөзден ақ деген енді есін жасайтын қосымша. Сон бұрынғы замандарда кірген сөздер бар. Сол өйткені түрік деген ол әлемнің бір өркениеті. Түрік енді қазақ. Түбіміз түрік деп бүкіл Мағжанны да, бүкіл Мәшһүр Жүсіпі де болсын, Абай болсын, Шәкәрім болсын, бәрі түбіміз түрік деп айтады ғой. Енді біздің өркениетіміз мыңдаған жылдардан бұрын бар. Яғни бұлай тілдерді тарихи жағынан классификация жасаған ғой, енді интернетте де толып тұр. Түркі тілдері нақты деректер негізінде 5-ші ғасыр болса, әлемнің 10 өркениетіне кіреді екен. Көне жазу бар. Жапонмен бірге, Қытаймен бірге деген сияқты. Қазіргі бар тілдердің ішінде. Ең көне тіл. Көне тілдердің қатарына кіреді. Енді
түрік халқы деген ұлы халықтар болған, үлкен цивилизация болған. Кәдімгідей Қытай мен Ресейді қазіргі мен деген дәрежеге жеткізген түрік халықтары. Өйткені кімдер мықты болады? Қасында көршілері жауынгер болса, көршілері соғысқа бейім болса, шабуыл жасатын болса, онда ол ел күшейеді, мықты болады. Мынау кейінде Қытайлардың да бәленбай бір династиялардың бірігуі, осы ұлы ғұндардың шабуылынан, түріктердің шабуылынан, орыстардың да бәленбай рустердің бөлінуі, ол кезінде түріктерге қарсы шабуыл жасау үшін. Европаның католик шіркеулері бәрі православтар тіпті бірігіп кеткен. Ұлы түріктерді тоқтату үшін. Араға енді от салып, тоқтатып деген сияқты. Енді көп айтады, бұрынғыны айталауға болмайды, айтуға беруге болмайды, қазіргі мен деген сияқты. Бірақ заман деген өзі айналып келеді. Өмірдің өзі солай құрылған. Кезек-кезегімен. Сосын бұл халыққа, жастарға жеткізу керек. Сондай біз халықпыз деген сияқты. Ана жақтан да, Ресей жағынан да мынандай халық болмаған деген сияқты. Күнде теледидардан шығады. Бізде де сондай жауаптар болу керек дейсіз. Сондай жауаптар болу керек. Оларды адам қылған, кәдімгі бүкіл ақшаны теңгеге дейін, ана орыстардың өзі не бір теңге дейді. Одан тиын деген сөз. Көп деген сөздеріміз бар. Тіпті бүкіл киім-кешек атаулары, кафтан дейді, малахай, каблук, қаптық, башмак деген сияқты. Бүкіл киім-кешек, теріден жасалған киім-кешек, сосын бүкіл темір атаулары, болат, бүкіл қазба байлықтардың атауларының барлығы түркі халықтарынан оларға өткен. Енді қазір өкінішке қарай жағдай бізде бұлай болыпты, бірақ тәуелсіз 7 түркітілдес халықтар бар. Енді қазір Өзбекстанның қалай дамып жатқанын көріп жатсыз. Заман бір жерде тұрмайды, бір уақытта тұрмайды. Халықтың саны бәленбайға миллионға өсті. Керісінше Европада азайып жатыр, сосын біздің дәуір келеді. Ал мынау есімдерге қалай қарайсыз? Қазір мысалы баласына Сафия, Рабия, Мұхаммед, жаңағыдай көмді. Жоқ, рас ол сәнге айналып кетті ғой, мысалы арабтың есімдерін қойып, қазақтың есімдерінен бұрын. Кейде біз тілді былай өзіміз таптыра алмаймыз, тілді. Тіл былай болсын, сендер өкінішке орай емес, өкінішке қарай деп айтындар, туылған емес, туған деп айтындар деп біз халыққа былай кеңес береміз, бірақ халыққа бәрін мәжбүрлей алмаймыз. Өйткені тілді халық жасайды. Жанды құбылыс. Есімдерді де солай халық жасайды. Есімдердің өзін адамның санасында өзі солай сән тренд тұрады. Мен өзім ұлым аты Ерасыл, әкем қойды. Сөйтсем 2012 жылы Ерасыл деген бір ең жиі қойылған есімдердің бір екен. Сосын қызыма Аяулым деп қойды. Бізде қайнатам қойды. Ол Аяулым деп қойды. Сөйтсе 2013 жылы ол да тренд аттың бір екен. Енді әр заман өзінің аттар болады. 88 жылдарда Айнұр деген есім, Әйгерім деген есім, арғы 70 жылдары Айгүл деген есім сәнге айналған болса, қазір Айгерімдер таппайсыз. Қазір кім 2024 жылы Айгерім деген есім қояды? Әдем аттар. Кейде ол, ой, Айнұр деген көп қой деген сияқты айтылатын, жылап көрсетін болды. Айнұр Айгерімдермен. Өйткені қазір араб есімдері трендке айналып, ол жағынан бір жағынан ана хадисті дұрыс түсінбегенен деп ойлаймын. Сіздерге әдемі есім кеңес берем дейді. Әдемі есім кеңес берем. Арабша есім кеңес берем деп тұрған жоқ. Әдемі есім. Әдемі есім дегеніміз арабша да қойсаңыз болады, қазақша да қойсаңыз. Қазақша баламасын қойға болады ғой. Омарды Умар деп қоятын болыпты. Ана арабтарға ұқсатып, жақындатып, елтеушілік қойынды. Омар деген өмір деген сөз ол. Өмір. Өміржан, Өмірбек деп қойсаңыз, ол да мұсылманша есім. Интернетте де бір қарап көрдім, мұсылманша есім дегенде көбіне ана Абдурахман, Абдуллах деген есімдерден бастап араша есімдерді қойды, және пайғамбарлардың есімдерін қойған. Бірақ пайғамбарлардың есімдердің өзі қазақша мағынада. Мысалы Али Асқар деген баламас. Али Асқар деген дінге қарсы ма? Биік болсын деген сияқты, санасы биік болсын. Заңғар
алимен сәйкес келеді, бағанағы Ибрахим елдің атасы, Елбек деп қойсақ болады, Елжан деп, Ысқақ жайнап жүруші, жарқын деп қойсақ болады. Мансұр жеңімпаз ғой енді араб тілінде, жеңіс деген есім әбден сәйкес. Мұстафа Ұлықбек, Садық Берік, қазақтың сөзі. Саид Мырзабек деген сияқты. Сүлеймен аман жүруші, Аманбек деп қойса. Сосын қыздардың есімі Сафия дегенге айтып қалдыңыз. Сафия саф, таза деген. Қазақтың саф деген сөзі жоқ па? Ару деген сөзі көне түрік тілінде таза деген білдірген. Ең таза адамға ару деген. Арулап жерледі дейді ғой. Арулап жерледі деген тазалап жерледі, жуындырып жерледі деген сөз. Арулап қойды дегенде. Ару қыздың ішіндегі де өзінің бөлінеді. Көрікті, сүйкімді, тартымды, сұлу, оның ең жоғарысы ару. Кезіндегі бәленбай батырлардың, келіншектерінің бәрін аттарына ару деп қосқан. Ару ол жоғары статус. Яғни таза деген білдіреді. Аружан деп қойсаңыз болады. Софияның орнына Мөлдір. Мөлдір деген атты сол Софияның орнына қойсаңыз болады. Мөлдір көне сөзіміз тап-таза деген сөз. Мөлдір. Яғни жаны таза деген сөз. Алдында мен бір таң қалдым. Біреулер Инстаграмда бір әншіміз Мөлдір Әуелбекова Аиша деп атын өзгерткен. Аиша. Және Айша емес, Аиша. Енді онда өзінің аты мұсылманша ғой. Мөлдір деген аты мұсылманша, таза деген білдіріп тұр. Сосын қазақша аттар имамдарды айтып тұру керек. Нұрлан имам да айтып тұру керек соны. Соңғы кездері бір байқалдым, бір пайғамбардың аттарында мұсылманша ат қою керек, аттарды жалғастыруға болмайды, лақап ат қоюға болмайды деген сияқты айтып жатыр. Лақап атпен адамдар танылды. Ибрахим Абай деген атымен танылды. Мұхаммед Ханафия Шоқан деген атпен танылды. Мұхаммеджан Мағжан, Саид ибн Вақас, Сәдуақас Сәкен деген атпен танылды. Ол лақап аттарды қоюға болмайды дегенде де асыра сілтеушілік деп ойлаймын. Өйткені біздің бабаларымыз бәрінде лақап ат болған. Өздерінің аттарын атамаған. Иман Қазағайда от пен суда жазады ғой. Анау романда көне батырлардың бәленбай есімдері болған. Негізгі есім біліп қойса, оған көз тиеді дегендей. Сонда есімдерді біз жақсы есімдерді қойғанымыз дұрыс. Тіпті есімдерді келіндері де қойған ғой ауылда. Адамның іс-қимылына, әрекетіне қарап, мысалы, қоқиып жүрген болса, мысалы, Қоңқабай. Яғни халық қояды есімді, сол есіммен адам танылады. Енді бір жағынан ол мен ойлаймын, мысалы Мұхаммед Ханафия деп айтпау, ол кішкене есімге құрмет сияқты. Құрмет. Яғни қазақты ана сөзді айта алмады деген сөз емес. Мұхаммедті Махамбет деп айтты, Мәмбет деп айтты деген Мұхаммедті айта алмайды деген сөз емес. Ол жерде есімге құрмет бар сияқты. Яғни Мұхаммед деген есімді сіз қойсаңыз, ол балаға ауыр тиюі мүмкін. Өйткені баланың бәрі не емес қой, пәк емес. Әйтеуір жаңылысады. Ішінен Мұхаммедтің ішінен, Айшаның ішінен де бәрі идеал болмайды. Сол үшін есімге келген кезде де сақ болу керек. Әсіресе соңғы трендтерге мен қатты байқадым. Тіпті Жүсіп дегенде Юсуф деп. Сүренің атауларында есім қоя береді ғой. Ясин деп. Кәусар мысалы. Кәусардың орнына Дәрия деп қойса да болады. Мағынасы бір дегендей. Сосын тағы да бір, мысалы Сәния деп қояды. Сәния деп қояды, бірақ ол араб тілінде екінші деген сөз. Рабия төртінші деген сөз. Сонда бала бірінші болса да, кенжесі болса да Сәния деп қояды. Адамдар қазір аттың мағынасына ғана емес, аттың мағынасына қарамайды, оның дыбысталуына ғана қарайды. Дыбысталуына қарайды. Ана атқа А қосылса, Адина, София деген сияқты бір қызық. Енді алдында бір әзілдер айтып жатыр. Қазір бұрын деген Қатипа дейтін апалар болатын дейді. Кәдімгідей қолдарын сауып етіп қойып, бүкіл шаруаларды атқарады, бүкіл ауылды бүйтіп дүркіреттіретін әйелдер болған, апаларымыз болған дейді. Қазір анандай
аттар мысалы Адина дегендер қалай күлгіншті, қалай олар әже болады, соларға тіпті жараспайды дейді ондағы есімдер. Сосын есімдер қандай есім қойсаңыз сол есімге лайық болады. Сосын мен бір байқағаным, қазақтар қыз есімдеріне келген кезде ең бағалы дүниелермен байланысты қояды. Ең бағалы дүниелермен. Ал ер адамға келген кезде кішкене ер адамға көз тиеді деп ойлап, оған әйтеуір бір ат қоя салады. Әйтеуір бір ат қойдың ар жағында, мысалы Жаңбырбай, Боранбай енді дегендей, әйтеуір бір ат қойында баланы ойлағаны, баланы елемей қалған емес. Баланы жақсы көргеннен, тіл көзден сақтасын, азамат болып өссін деп әйтеуір бір ат қоя салған, кейін өскенде мүмкін бір ат өзіне таңдап алар деген сияқты. Өйткені көз тиюден қатты қорыққан. Ал қыздарға келгенде олар ең әдемі есімдер қойған қазақтар. Ең әдемі. Мынау алдында мен бір қарағаным інжу, маржан, меруерт, лағыл, алтын, күміс деген есімдер, құндыз, кәмшат, мақпал деген есімдердің барлығы қазақ үшін ең қымбат құнды бір заттармен байланыстыру ғой. Бір жағынан қарас, кәмшат, қалай бобер деп ойлап қалуы мүмкін қазір қыздар. Енді қалай ол судың атына қалай деп болған дегенде, немесе ана судың атымен қалай мен байланыстырса, оның терісі құнды болған ғой. Өйткені қазақтың былай да былай терісі көп. Негізгі сол теріге бір сән ретінде жамаулар қымбат болып саналған. Сол үшін қызды бағалап, қымбат деп оны сонда есімдер қойған. Динары деген алтынмен байланысты. Ділда, ол да сол қымбат ақшаларға байланысты есімдер. Бұл қалың мал емес, қыздың қалың мал емес, бұл қыздың бағалы деген білдіреді. Бізде осы термин бойынша айтып кеттік қой. Түркі халықтарының бір ортақ көне сөздерінің бір терминдерінің жинағы сондай бір жасалды ма? Иә. Сөздердің шығу төркініне байланысты. Енді бір әрекеттер жасалды. Бірақ толыққанды жұмыс жоқ. Әрекеттер жасалды, біраз конференциялар ұйымдастырылды, біраз ғалымдар шақырды. Осы біздің термин қорды сол басқарып отырған, тіл институтын сол кезде басқарған осы мен Шербай ағайымыз да Құрманбайлы. Ол кісі біраз бастап Түркиядан да бір конференция ұйымдастырып әрекеттер жасалды да, бірақ әр халық өз-өзіне тартады. Бүкіл түркі халықтары өз-өзіне тартады. Яғни түркі халықтарын ортақ сөздер бірлестіреді. Етістіктер бар, кет, жүр деген сияқты, бас, дене атаулары деген сияқты қарапайым ауызекі ол бірлестіреді. Бірақ теледидар көрген кезде түркше, қырғызша, өзбекше сіз түсінбеуіңіз мүмкін, өйткені жаңа терминдер кіруде. Әркім өзінің жаңа терминдерін ұсынады. Жаңа терминдер де анандай болса ғой, қысқа. Мысалы, ұшып қону жолағы деп біздің әуежайларға барсаңыз, сонда бір қиын терминдер болады. Түркияның әуежайларына барсаңыз, гидиш, иниш деген қарапайым ғана бір терминдер. Бір ғана сөзден тұрады. Айлақ деген сияқты айтса болады. Мысалы, автотұрақ дегеннен гөрі, тұрақ деген сөз, автомобиль тұрағы дегеннен гөрі, тұрақ деген сөз қолданысқа кіріп кетті. Өйткені тіл, халық ықшам дүниені жақсы көреді. Ыңғайлы дүниені жақсы көреді. Мысалы, солай етіп деген сөйтіп болды. Бұл күн деген бүгін болды деген сияқты. Тіл өз сондықтан бейім, қысқаруға бейім. Сол үшін біз халықты қинамай, оларға қиын сөз тіркестерін термин ретінде берсек, және оны тілге енбей жатыр деп айтамыз. Енбейтіні себебі сол. Өйткені терминдеріміз өте күрделі. Бізге ыңғайлы терминдер керек. Яғни кіріс деген сөз қандай жақсы. Салық деген сөз қандай жақсы. Терминдердің бәрі қолданыста кіріп кетті. Сол үшін соған да сақ болу керек. Енді түркі халықтарынан сөз алдық па дегенде, сөзді алдық, енді бастамалар болды, бізден егемен деген сөз кетті. Сосын Орта Азиядан Анадолыға, олардан ұшақ деген сөз бізге келді. Сосын біздегі құрылтай деген сөзді алды, сосын бізде кейбір сөздерді алып жатырмыз. Мамандар отырып, яғни термин жасаған кезде бірінші енді баламасын ұсыну керек, қарапайым балама. Содан кейін түркі халықтарындағы деректерді. Мысалы, ұшақ деген сөз бүкіл түркі халықтарында қалай айтылады екен, самолет деген сөз. Қарап,
қай термин өткен болса, халыққа өткен болса, сол терминді тілге енгізу керек. Сосын көнерген сөздерден де алу керек. Мысалы, көнерген сөздердің ішінде маған ұнағаны ұлан деген сөз бізде кәдімгі ресми терминге айналды. Ұлан ұлт. Тіпті ол ұланды жандарма деп атайын деген екен. Өйткені ішкі әскер әлемде жандармерия деп аталады. Біздікілерді соны ұсынған екен. Бірақ ішінен бір жақсы ғалым ба, лингвист табылып, ұлан деп қойған екен, мақұлдапты соны. Теңгеге қатысты да сол 90-шы жылдары әртүрлі мысалы сомды қалдырайық дегендер болды. Сом рубль деген сөздің баламасы, рубить. Сом алтын, алтынның бір кесек бөлігі. Сол сөзді алды, түркмендер, қырғыздар мен өзбектер сол сөздерінде қалды. Түркмен мен Әзербайжан манат сөзін қалдырды, оларды өйткені рубль сөздің баламасы. Сонда сөз іздегенде көнерген сөзді алды. Яғни халық бірте-бірте ұмыта бастаған теңге деген сөзді қолданысқа кіргізді. Сол сияқты ұлан деген сөз біздің қолданысқа қайтып кірді, ұлттық ұлан. Шеру деген сөз кірді. Шеру, шерік кісі есімдерінде де кездеседі. Ол әскер деген мағынаны білдірген. Қазір шеру парад мағынасында кірді. Жақсы сәтті терминдер көне сөздерден де алуға болады. Ақырғы сұрақ, ақырында тіл туралы айтып жатырмыз ғой. Бүгінде мемлекеттік тілдің жай-күйіне қатысты көзқарасыңыз қалай? Тіл ғалымы ретінде Қазақстанда мемлекеттік тілдің мәртебесі өзінің лайықты орнында ма? Өзіңіздің көзқарасыңыз қалай осыған? Енді былай қарап отырсақ, енді қатты айтсақ, қазақ тілі бір қарапайым жұмысшылардың тіліне айналып жатқан сияқты. Астанада таксистер, жүк таситындар, құрылысшылар, оралмандар, оңтүстіктен келгендердің тіліне ғана айналып жатқан сияқты. Енді орыс тілдердің көзімен қараған кезде. Қай жерде қазақ тілін үйренуге болады деген тіпті әзілдер шықты. Таксистермен қазақша сөйлесеңіз, қазақша естіген сияқтылар пайда болды. Сондай бір біз қолдан жасамаған, әлде сырттан жасалған ба, сондай бір сән қалыптасып кетті. Солтүстіктің адамдары қазақша сөйлеу керек дегендей өздерінің саналарына құйып алған. Павлодардікі болса, мен орысша сөйлеуім керек. Көкшетаудан болсам, мен орысша сөйлеуім керек деген сияқты саны әбден миыларына құйып алған. Мен қалалық болсам, орысша сөйлеуім керек деген сияқты. Тіпті оны киноларға да енгізеді. Қай киноны алсаңыз, қай телесериалды алсаңыз, алқаш қазақша сөйлейді. Мәдениетті адамдар, ішінде күшті жүргендер, бизнес по-казахски, ана Жан дегені орысша сөйлейді, өйткені бастық. Ана ауылдан келгендер қазақша сөйлейді, олар бүлдіреді. Олар адамды өлтіреді кинода. Сосын кинода ата-әжелер қазақша сөйлейді. Қалған мықты-мықты рөлдердегі адамдардың барлығы орысша сөйлейді. Бұл да бір пропаганда. Яғни адамдардың санасына құйып жатыр. Неге біздің оқушыларымыз мектепте орысша сөйлейді? Өйткені бұл пропаганда әбден кіріп кеткен. Олардың саналарында бұл пропаганда бір күнде жасалмайды. Ол бәленбай жылдар бойы қалыптасады. Сол балалардың санасыларына құйылып әбден мәдениетті адам, оқыған адам орысша сөйлеу керек деген миыларында қалыптасып, сөйтіп біздің тіліміз дамымай жатыр. Дамымай, тіпті құлдырап жатыр деп айтсам болады. Енді жоғарыда тағы да бір сол осы тілге қатысты айтылатын дүние. Біздің содан кейін солтүстіктің адамдары, енді айтам ғой мен, сіз неге балаңызбен, енді достарыма ғой, енді жалпы, неге балаңмен орысша сөйлесесің деген кезде, өзі қазақ тілді адам бірақ. Біз қарағандылықпыз ғой дейді жауаптар. Қай заңда жазылған? Қазақстанның конституциясында жазылған ба? Сен қарағандылық болсаң, сен орысша сөйлеуің керек деген. Сол стереотипті жою керек. Яғни қазақтың патриоттылығы, көкірегі, мінез жоқ па сонда? Мысалы, бұрынғы адамдар өздеріне бір желеу табады, айтады. Совет кезеңінде қазақ сөйлеу деген кәдімгі сөйлетпейтініміз керек. Ал енді 35 жыл болады тәуелсіздік алғанымызға. Олар қай бетімен қарайды? Олар қай бетімен
өскен кезде сен не қазақша білмейсің деген кезде оған айтқан кезде ол қай бетімен айтады? Yani совет кезінен болды деп айтпайды ғой. Мен қарағандылықпын деп айта ма, павлодарлықпын деп айта ма? Ал Павлодар неге олардың саналарын Павлодар, Петропавл деген нағыз қаймағы. Қазақтың арқа деген сөзі, қазақтың тірегі деген сөз. Yani осы жерде ұлы жазушылар қазақтың бал қаймағы шыққан, тілі шыққан, қазақтың қазіргі әдеби тілі солтүстіктің говор негізінде құрылған. Негізі осы тіл, бірақ біздің солай нағыз жергілікті тұрғындар бірте-бірте осылай орыстанып жатыр. Өздері қазақ болғанмен балалары кішкене жартылай орысша, жартылай орысша болса немересі қазақша сөйлемейді деген сөз. Yani тіпті ол ең сорақысы біздің профессорлар емес, жалпы филологтардың арасында бар. Қазақ тілі мамандарының араларында бала шағалары қазақша сөйлемейді. Yani бұлай қазақ мектебіне барады, қазақша мәжбүрлі түрде сөйлеп жүр, бірақ оның баласы қазақша сөйлейді деп ойламайды, немересі. Енді солай кетіп жатыр біздің. Осы жағдайды өзгерту үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Мысалы, біреу айтады, заң қабылдау керек, заң өзгерту керек деген. Біреулер айтады, қазақша контентті көбейту керек, сапалы, балаларға арналған қазақша контенттер. Біреулер жаңағындай қазақша жаңағындай кітаптарды көбейту керек дейді. Әркім әртүрлі пікірлер айтады. Сізінше жаңа осы енді бірінші заңдық тұрғыда ғой, енді бірінші заңдық тұрғыда болса. Яғни мәжбүрлеу тиіс қой тілді. Мәжбүрлемесе де енді бұл астарлап жеткізуге де болады. Енді басшылық қажеттілік тудыру. Қажеттілік тудыру. Енді жоғары басшылар енді айтып қалу керек, айту керек, тілді сәнге айналдыру керек. Сәнге. Ол да медиа арқылы. Енді мен риза болатым, TikTok әлеуметтік желісінде істеймін, мен риза боламын. TikTok желісінде көбі қазақша, орысша қарағанда тез таралады. Сол үшін біздің қазақстандық орыстарға кәдімгі олар контент жинау үшін, жазылмаған подписчиктер жинау үшін олар қазақша сөйлейді. Илья Ильин де қазақша сөйлеп жүр. Тағы да басқа біреу жай орыс бір қазақша әнге билеп жатса, балқиға билеп жатса, 10 мың кәдімгі әншіге лүпілді көресіз. Кәдімгідей ақырындап соған келе жатқан сияқты. Сұраныс. Яғни біз ана теледидарларда көбірек көрсету керек. Алдында мен Түркістан арнасы оңтүстіктегі кейбір орыстардан қазақша, орысша білмейтін кәдімгі сұхбат алып жатыр. Олар кәдімгі енді сұхбатыңызды орысша бересіз бе деген, ой мен орысша білмеймін деген сияқты айтып жатыр. Бұның бәрі біз ақырындап солай. Қазір немен біз әсер ете аламыз? Әлеуметтік желімен, яғни көппен. Сондай бір жолы бар деп ойлаймын. Жақсы, Марлен, рахмет. Бүгін осылай студиямызға келіп тартымды әңгіме көріп өткеніңізге. Алдағы уақытта сізге рахмет. Осындай ғылым мәселесі бойынша, қоғамдағы өзекті тақырыптар бойынша жүздесіп, пікірлесіп отырамыз деген ойдамыз. Көп рахмет.